Балафани? Балафани? Құлыншақтарым, ояныпсыңдар ғой. Келіңдер, таңғы жаттығу жасайық. Алақай, кеттік. Алдымен басымызды оңға, солға, алға, артқа қозғалтамыз. Оңға, солға қозғалтайық бірге, оңға, солға менімен бірге. Алға, артқа қозғалтайық бірге, алға, артқа менімен бірге. Қараңдаршы, тентек өте қызық жасайды екен. Енді иығымызды жоғары, төмен көтеріп түсіреміз. Қанекей? Иығыңды жоғары көтер, иығыңды төменге түсір. Иығыңды жоғары көтер, иығыңды төменге түсір. Анашым, келесі жаттығуды мен көрсетейінші. Мен де көрсетемін. Кезекпен көрсетіңдер. Енді екі қолымызды алдымызға созып, қайшылаймыз. Дәл осылай. Кеттік. Қайшылаймыз. Қолымызды біз алға созып. Қайшылаймыз. Қолымызды біз алға созып. Қазір мен сендерге тик-так деген жаттығу көрсетемін. Ол қалай сонда? Артымнан қайталаңдар. Қолды белге мен сияқты қойда, оңға солға менімен шайқал. Қолды белге мен сияқты қойда, оңға солға менімен шайқал. Енді менің кезегім. Оң аяғымызды көтеріп, екінші аяғымызбен бір орында тұрып, секіреміз. Секір, мен сияқты секір. Оң аяқты жерге түсірме.
Қолдарымызды аспанға көтеріп күнге қарай созыламыз. Күнге созыламыз. Күн шуағы жылуын алып. Күнге созыламыз. Күн шуағы жылуын алып. Ал балалар, осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Сендерге ұнады ма? Иә, анашым, сергіп қалдық. Дәл солай, өте ұнады. Алақай! Жас апамның ауылына барып едім қыдырып, бір қошаққан алдымнан шықты ойнап жүгіріп. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен? Атам оған жем берді, әжем оған су берді. Қошақаным тойып ап, тастан тасқа секірді. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен? Демалыста өзімді тағы іздеп барамын. Қошақаным бәрі бір, сені тауып аламын. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен? Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен? Шыққысы келмей тұрды бәрі орнында. Өте баяу таспақа шықты жолақ бойына. Ал мен қарсы шығайын, бағымды бір сынайын деп айтты бұл таспақа. Күлкісі келді қоянның. Жарты жолынан аппақ қоян шаршады. Таспақа тынбай ой, дем алам деп ойлады. Тәтті ұйқыға батып, түрлі түс көрді. Көзін ашып қараса, мәре жақ ушу болды. Тез жүгіріп жеткені өз көзіне сенбеді. Таспақа мәре асты, қоян оны жеңбеді. Осылайша таспақа қояннан тез боп шықты. Ал өзімшіл ақ қоян дұрыс емесін ұқты.
Мамандықтар өте көп, бәрі қажет адамға. Көңіл бөліп сен үйрен, мұқият әр салаға. Тәтті, тентек, ал сендер өскенде қандай мамандық таңдағыларың келеді? Мамандық туралы ән тыңдаймыз ба? Я? Егер тұмаулап қалсаң, дәрігер көмек береді. Қызуыңды тексеріп, дәрілерді ол егеді. Мамандықтар өте көп, бәрі қажет адамға. Көңіл бөліп сен үйрен, мұқият әр салаға. Мен дәрігер болғым келеді. Мен осылай адамдарға көмектесіп, оларды емдеймін. Алақай! Тәртіппен білім беру, мақсаты мұғалімнің. Қыр-сырын үйретеді, барлық ілім білімнің. Мамандықтар өте көп, бәрі қажет адамға. Көңіл бөліп сен үйрен, мұқият әр салаға. Жоқ, тентек дарын, мен дәрігер емес, мұғалім болғым келеді екен. Вау, қандай күшті, я? Я! Полиция ағай қорғайды, тыныштықты күзетіп, жұмысы оның байсалды, тәртіп жүрер түзетіп. Мамандықтар өте көп, бәрі қажет адамға. Көңіл бөліп сен үйрен, мұқият әр салаға. Ал мен полиция қызметкері боламын, барлықтарыны қорғаймын, және де әлемге тәртіп алып келемін. Ғимараттың жобасын архитектор салады. Еңбекқорлық, нақтылық, архитектор талантты. Мамандықтар өте көп, бәрі қажет адамға. Көңіл бөліп сен үйрен, мұқият әр салаға. Ал архитектор болу үшін шынымен де нақтылық керек. Себебі ғимараттарды дұрыс құрастырмасаң, олар құлап қалады ғой. Алақай! Мен архитектор боламын. Мамандықты сен таңда, балафанимен бірге. Ой. Анашым, мен алыстан деген сөздегі ыл әліпін дұрыс айта алмаймын. Маған үйлетші. Келе ғой құлыншағым, үйретемін. Кел бірге үйренейік, дұрыстап біз сөйлейік. Артымнан қайталам, тіліңді таңдайға қой, енді сыртқа үрлей ғой. Анашым, мен кішкене үйреніп келе жатқан сияқтымын. Қалай ойлайсыз? Я, балам, тағы бір қайталасаң, сенің қолыңнан келеді. Кел бірге үйренейік, дұрыстап біз сөйлейік. Артымнан қайталам, тіліңді таңдайға қой, енді сыртқа үрлей ғой. Анашым, тыңдашы, мен үйрендім. Арыстан, көр тышқан. Алақай, анашым, бұл өте оңай екен ғой.